Кітапханаға келдім, деректі фильмнің құжаттарын, деректерін іздеу керек. Ұлттық кітапханада мынандай сирек кітаптар қоры дейтін бөлім бар. Сол жерде Ақмола облысына қатысты барлық экономикалық сауда мәселелеріне тиесілі құжаттарды қарап іздеп жүрмін. Бірақ өкінішке орай материал өте бізде тапшы. Қазақстанда әсіресе мына байларға қатысты көп істерге байланысты. Менің қазіргі зерттеп жүрген тақырыбым сол ғой. Мәскеуге хат жазып жатырмыз, Петербургға жазып жатырмыз, бірақ жауаптар өте ұзақ. Жауап беруге асықпайды. Біздің тарихымыз кішкене енді солтүстік көршімізге тікелей қатысты болып тұр ғой. Кезінде бүкіл жазу, сызу, осы тарих, архив мәселелер солардың қолдарында болды да. Қазір өзімізде енді осы нәрселер қайтадан орнына келтіру процесс жүріп жатыр. 1909 жылғы статистикалық материал дейді Ақмола облысының, және Семипалатинск дейді. Бұл жерде халық саны, халықтың ұстанатын діні, шаруашылығы жайлы мәліметтер бар. Ескі Ақмола. Ол кезде әрине Целиноград деп аталған, Целиноград вокзалы дейді. Мынау Ақмола бекінісі шығар, сол қорғаны. Ахмет Жұбановтың «Струнный столетий» деген кітабы. Бұнда көбінесе Құрманғазы мен Дәулеткерей жайлы көп мәліметтер айтылған. Солардың өмірі, өзара байланысы. Тәттімбет кеш туралы бар. Самоттан сұрап көріңіздерге. Астанадағы ұлттық кітапхананың адамдары өте кереметті. Кәдімгідей сен бір өтініш айтсаң, жанын салып іздеп, соны өзінің материалы сияқты қарап, сөйтіп біз біраз жұмыс істедім мен қазір. Әзірге нәтиже көңіл көншітерлікте емес, мен іздеген материалдар табылмай жатыр. Санкт-Петербургтың, Мәскеудің кітапхана мен архивтеріне, мұрағаттарына қолқа салып жатырмыз. Осы академиктер, ғалымдар жұмыс істеу керек. Периодика дейсіз ба? Өзімнен ошайыншымен. Менде осының 25-23 жыл бізге осығанға дейін керек қой, осының географический общество бұның алдындағыларын сұрату керек та бізге. Завод, кәдімгі управление и магазин, кәдімгі рабочий, служащий, адам санына дейін көрдіңіз ба? Ақпарат керек. Оларда енді архивтің фонды республиканский сияқты үлкен емес қой, каталогтары бар шығар. Жас. Ұлттық кітапханадан шықтым. 4 сағаттай біраз зерттеу жұмыстарын жасадық. Осы кітапхананың бастығы Ғазиза Құдайбергенқызы қазір керемет маған көмектесіп жатыр. Ол кісі зерттегенде осындай ғылыми жұмыстарды өте жақсы көреді екен. Мен қазір зерттеп жатқан тақырып, бұны қазір ашпай айтпай тұрмын ғой әлі. Бұл тақырып бойынша істелетін жұмыс өте ауқымды болып тұр. Өйткені біздегі көп ғалымдар, әдебиетшілер құр сөзге ғана құрап, ешқандай құжаттық дәлел көрсетпей жатыр бізге. Кез келген тарихи қандай да бір құбылыстардың артында құжаттық дәлел болмайтын болса, ол өте осал болады, ол дұрыс емес. Сол үшін жақсылап зерттеп, көзді жеткізіп барып, содан кейін мақтана беруге болады. Біздің тарихта мына ұлан-ғайыр жерде өмір сүрген біздің небір тұлғаларымыз жайлы ашылмай жатқан шындықтар, табылмай жатқан бір дерек көздер көп. Сонымен мемлекет болып айналысу керек қой негізі. Әйтеуір қазақтың жастары ғылымға, осы зерттеуге, тарихқа бет бұратын болса, оны жүйелі түрде жасау керек. Жүйелі түрде бет бұру керек соған. Істің ретін табу керек, абай айтпақшы. Әлеуметтік желілердің, әсіресе Инстаграмдағы дайректтің бір өзіндік бір әдебі болады. Мысалы, ассаламалейкум деп амандасасың да, содан кейін бірден шаруаңды айта бересің. Көпшілік адамдар ассаламалейкум дейді, сенен уалейкум ассалам күтеді.
қалыңыз қалай дейді, сен жақсы дейсің. Содан кейін жаңағы тағы бір екі нәрсе ауа райын талқылап айту мүмкін. Содан барып мәселесін айтады. Әдетте мен ассалаумағалейкумдерге көп жауап бере бермеймін. Ол мен амандықты менсінбегенмен емес, мен ішімнен уалейкум ассалам деп айта беремін. Ішімнен қайырлы таң десе қайырлы таң деймін, қайырлы күн десе қайырлы күн деймін ішімнен. Бірақ ары қарай мен жауап бермеймін, өйткені уақыт алады. Ол әлеуметтік желінің әдебіне жатпайды. Сен бірден амандаста, бірден мәселені айт. Мен осындай пәленшемін, мынандай мәселе болып тұр, мынандай нәрсеге қатысты менде сұрақ бар деген сияқты. Сол кезде сен соған сай өзіңе қатысты жылдам жауапты аласың. Әлеуметтік желінің бір жазылмаған заңы, әдебі, қағидасы дегеніміз осы. Ол реал өмірдегідей емес. Реал өмірде ол кішкене асықпай әңгімелесіп, мал жанын сұрасып барып бұйымтайды айтатын. Осы нәрсені біле алса деп едім ғой жастарға. Бірден мәселені айту керек, бірден сұрау керек. Кешегі Илон Масктың жаңалығын оқыған шығарсыздар, Супер Heavy деген 70 метрлік жылдамдатқыш бар ғой, 33 қозғалтқышы бар. Сол 140 метрлік Мечазилла деген өзінің старт машинасына қайтып келді ғой. Енді бұл сұмдық жаңалық деп жатыр ғой. Бұған дейін адамзат бұндай жетістікке жетпеген. Бірнеше мүмкіндіктердің есігі ашылайын деп тұр. Біріншіден, басқа бөгде планеталарды игеруге деген жаңа қадам. Екіншіден, бұл космосқа ұшудың старт дейді ғой, сол старттың запускының бағасы өте қымбат еді ғой, сол арзандайды деп жатыр. Үшіншіден, қоршаған ортаның зиянына тигізетін еді ғой, сол зияны сәл төмендейді мөлшері. Одан кейін жалпы технологиялар, жаңа технологиялардың мүмкіндігі енді басқа қырынан келе бастайды. Яғни адамдар енді ескі тәсілден гөрі осы Илон Маск сияқты жаңашыл адамдардың тәсілдеріне көше бастайды. Мен ылғи айтам ғой, тарихты жалғыз адамдар жасайды, қоғамды даралар өзгертеді. Илон Маск красавчик. 2,5 сағат бар тренировкаға, оған дейін біраз сайттарды аралап, серфинг жасап, материалдар іздеймін. Осы светтер бар ғой, немене білейін осы? Жыпың етіп бірдегі. Содан бір эконом бола ма? Так, кешкі жаттығуға кеттік. Бүгіннен бастап Баукадосында бар жатыр, Ал, боксқа қатыспен бұрын? Жоқ, бұрын қатысқан жоқпын. Қорқыныш жоқ қайда? Қорқпайсың ғой? Ондай особо қорқыныш жоқ. Сабалмасаң болды. Новичоктарды сабалмасаң болды деймін. Орып ше. Қалай, Мағжа? Мағжа, шаршап жатыр. Бүгінгі қалай жаттығуды сезім қалай? Мен бұрын сондай айналысып қалған ғой просто. Ойлап отырмыз бұны жүзеге асыру. Шаршап жатсың ба? Шаршап отырмын. Пайдалы болады, Пайдалы, Осы терілемеген жарым көп болып терілмеген.